Еліміздің оңтүстігінде орналасқан Шымкент қаласындағы номері 3 Ұлықбек атындағы жалпы орта білім беретін мектебі 1924 жылы іргетасы қаланған бір ғасырлық тарихы бар іргелі білім ордасы. Мектебімізде татулығы мен ынтымағы жарасқан 18 ұлт өкілдерінің балалары сапалы білім мен саналы тәрбие алуда. Мектеп білім тірегі, ұстаз оның жүрегі демекші. Мектептің басты тұлғасы жүрегі мұғалім болса, аталған білім ордасы менің жүрегімнен орын алған менің жүрегімнің мектебі. Өйткені ұстаздық тізгінін ұстаған жылдардан бері шәкірттерімді білім бұлағынан сусындатып, ұлттық құндылықтарымызды жүрегіне ұялатып, еліміздің арқа сүйер азаматы болуға бағыттап келемін. Елбасымыз қазақ тілі Қазақстан халқын біріктіретін тіл деп атап көрсетті. Осы орайда шәкірттеріме қазақ тілін сапалы меңгертуде аянбай тер төгіп келемін. Мемлекеттік тілді оқытудағы басты мақсатым тіл үйренуге ынталандыру, қазақ тілінің құдіретін сезіндіру, халқымыздың салт дәстүріне, тіліне деген құрметін арттыру. Мұғалім алдынан бір-біріне ұқсамайтын, әрқайсының өзіндік ерекшелігі бар мыңдаған шәкірт өтеді. Әрбір баланың өзіне ғана тән дара ерекшелігін танып, сол балалардың бойындағы дарындылықты көре алып, және тұтанып тұрған отты мезгілінде үрлеп, дұрыс бағыт бағдар беріп отыратын ұстаз, әрине, жоғары нәтижеге қол жеткізеді. Ұстаз бақыты, озып туған шәкірті деген түрлі қалалық, облыстық байқауларда, республикалық сайыстарда жүлдегер атанып, жүлделі орындарды қанжығасына байлаған шәкірттерім мектебіміздің абыройын асқақтатып келеді. Еліміздегі түрлі ұлт өкілдерінің балаларына қазақ тілін үйретіп, халқымыздың әдет-ғұрпы мен салт дәстүріне деген қызығушылығын ояту мақсатында елбасымыздың тапсырмасына сәйкес әзірленген 1000 бала республикалық мәдени ағартушылық жобасында шәкірттерім жыл сайын республикалық жүлдегер атанып келеді. 1000 бала жобасына қатысушылардың бірі Иран ұлтының өкілі Джафар Агади. Ол 2 жыл бұрын қазақ тілін тереңірек меңгерем деп мақсат қойыпты. Сол арманы енді орындалды. 1000 бала жобасының жеңімпазы атанды. Қазір қазақ тілінде еркін сөйлейді, сауатты жазады, тіпті өлеңде шығарады. Қазақ тілін көкке көтеріп, биікке самғатқым келеді. Мен Ресей Федерациясы Оренбург облысы Гай қаласына туылғанмын. Бұл жерге келгеніме уже 8 жыл болды. Сол 8 жылдың ішінде қазақ тілін меңгеріп келе жатырмын. Өте әдемі, өте бай тіл болғаннан кейін үйрену қиын емес. Мемлекеттік тілде сөз өнерінің мерейін үстеп еткен шәкірттерім Астана төрінде марапатталып жатқаны мен үшін үлкен жетістік, мақтаныш, мерей. Мектебіміздің мерейін үстем еткен биылғы жылдың ең үлкен жемісі Нұрсұлтан қаласында өткен Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойының ресми ашылу салтанатына арналған қазақ халқы Абайдың халқы атты мерекелік концертіне шәкіртім Тұрсынқұлова Ділноза екеуміз шақырту алып, өнер көрсетіп қайтуымыз. Жазғы тұры қалмайды қыстың сызы, масатыдай құлпырар жердің жүзі. Жан жануар, адамзат анталаса, атанадай ел жүрер күннің көзі. Елбасының, Қазақстан Республикасы президентінің, шетел қонақтарының, халық қалауларының алдында өнер майталмандарымен бірге қатар тұрып, өнер көрсету бағы бұйырыпты. Ұстаз болумен қатар, өзімнен кейінгі жас мамандарға әрдайым ақыл кеңестерімді айтып, ұстаздық жолдың қыр-сырын үйретуден жалыққан емеспін. Жас мұғалімдердің кәсіби шеберлігін шыңдау, шығармашылығын дамыту жолында біршама жұмыстар атқарып келемін. Ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға деп, Абай атамыз айтқандай, ұстаздық жолындағы еңбегімнің бағаланып, мықты мұғалім ретінде танылуыма себепші болған менің шәкірттерім десем қателеспеймін. Өйткені шәкірттерімді биікке көтере жүріп, өзім де биіктен көрінуге тырыстым. Бауыржан Момышұлы арпалысып жүріп алған абырой өмірдің ең шын рахаты дейді. Әр жылдары мамандығыма байланысты қалалық, облыстық, республикалық байқауларға қатысып, жүлдегері атанып, мектебімнің мәртебесін көтеруге өз үлесімді қосып келемін.
Ұстаз ұлық емес, ұлық қызмет деген. Ұстаздық қызметімді атқаруда мектебімнің абыройын асқақтатып, үнемі биік тұғырдан көрінуіне үлесімді қосу үшін мен де өз мектебіме жүрегімнің бір бөлігін бердім.